Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің техникалық механика пәнінен өтетін кезекті тақырыбымыз кинематиканың негізгі түсінігі. Бүгінгі сабағымыздың жоспары. Біз осы сабақта кинематика ұғымын, негізгі түсініктерін, санақ жүйесін, траекторияны, жол, орын ауыстыру, жылдамдық және де үдеу ұғымдары бойынша сабақ өтетін боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың басты мақсаты кинематика ұғымы жайлы мәлімет беріп, кинематика түсініктері жайлы ақпарат беру болып табылады. Күтілетін нәтиже кинематика ұғымын жалпы толықтай меңгеру. Денелердің қозғалысын зерттейтін және оның не үшін пайда болғанын мүлдем қарастырмайтын механиканың саласын біз кинематика саласы деп айтамыз. Осы қозғалыстардың біз түрін зерттейтін физиканың саласы кинематика болып табылады. Кинематика қозғалыстың не үшін, қайда пайда болатынын қарастырмайды. Тек осы қозғалысты сипаттауды ғана алға мақсат етіп қояды. Кинематиканың зерттеуін бастамас бұрын оның біз негізгі түсініктерімен танысуымыз қажет. Ең бірінші түсінік ол жылдамдық. Жылдамдық дегеніміз жолға жұмсалған уақыттың, дене өткен жолдың осы жолға жұмсалған уақыттың қатынасы болып табылатын векторлық шама. Өткен жол дененің белгілі бір уақыт ішіндегі өткен жолын білдіреді. Ал орын ауыстыру дегеніміз дененің бастапқы нүктесінен басталып, соңғы нүктесіне бағытталған векторлық шама болып табылады. Ал материалдық нүкте дегеніміз геометриялық өлшемдері болмайтын, бірақ дененің барлық кинематикалық сипаттарға ие болатын нүктесін айтамыз. Біздің өмірімізде жалпы алғашқы күннен бастап айналамызда болып жатқан әртүрлі өзгерістер, дыбыс, қозғалыс сияқты физикалық құбылыстардың барлығына біз міндетті түрде назар аударамыз. Бізді қоршаған әлемнен әртүрлі қозғалыстарды біз жиі байқаймыз. Мысалы, аспандағы бұлтты, ұшып бара жатқан ұшақты көруіміз мүмкін. Барлығына біз мұқият қарайтын болсақ, олардың мысал ретінде ортақ құбылыс, яғни олардың барлығының орнының өзгеріп жатқанын байқай аламыз. Бұл мысалдардан біз мынандай маңызды тұжырым шығара аламыз. Денелер уақыттың өтуіне қарай бір-бірімен салыстырғанда, бастапқы күйден қарағанда орнын өзгертеді. Кез келген материалдық нүктенің біз қозғалысын анықтау үшін басқа бір денеге таңдап алып, осы денеге қатыстырып отырған нүктенің біз қозғалысын сипаттауымыз керек. Осындай денемен байланысқан тікбұрышты координаттар жүйесімен есептеу үшін керекті сағаттан тұратын жүйені санақ жүйесі деп атайды екенбіз. Траектория ұғымы дегеніміз не? Материалдық нүктенің жалпы өз қозғалысы кезіндегі сызатын бір тұтас сызығын айтамыз. Денелердің қозғалысын траекторияның түріне байланысты біз екіге бөлеміз: түзу сызықты қозғалыс және де қисық сызықты қозғалыс. Осы екі ұғым жайлы айтайық. Егер траектория түзу болатын болса, нүктенің қозғалысы түзу сызықты, басқа жағдайда қисық сызықты қозғалыс деп аталады. Еркін материялық нүктенің траекториясы оған әсер ететін күштерге, бастапқы бір қозғалыс жағдайына, қандай санақ жүйесіне қатысты қозғалуына және де оның міндетті түрде айналасындағы денелермен байланысуына тәуелді болып табылады. Түзу сызықты қозғалысқа бір пойыздың тік жолымен қозғалысы, спринтердің 100 метр қашықтыққа жүгіруі, жәшіктің шкафтан түзу сызықты құлауы және де ауа кемесінің ұшу жолағындағы қозғалысы және тағы басқалар мысал бола алады. Ал енді қисық сызықты қозғалыс пен түзу сызықты қозғалыстың мысалдарын сурет ретінде көрейік. Барлығымызға белгілі қисық сызықты қозғалыстың қалай болатыны және түзу сызық бізде стрелкамен көрсетіліп тұр. Қандай да бір уақыт аралығында дене жүріп өткен траекторияның ұзындығы осы уақыт ішіндегі жүрілген жол деп аталады. Қандай да бір уақыт аралығының бастапқы мезетіндегі қозғалыстағы материалдық нүктенің орналасқан орнынан осы аралықтың соңғы мезетіндегі орналасқан орнына жүргізілген вектордың дененің орын ауыстыруы деп атайды екенбіз. Бұл жерде көрсетіліп тұрған траектория және де орын ауыстыру екі шамасының сызбасы болып табылады.
Жылдамдық ұғымына келетін болсақ, берілген уақыт ішіндегі жүрген қашықтықтың осы уақыт аралығына қатынасы, яғни формула арқылы беріліп тұр. S бөлінген T формуласымен өрнек арқылы көрсетіледі. Дененің жылдамдығы екі түрлі болуы мүмкін. Ол үдеу және де тежелу. Мысалы, ұшақ тыныш күйден, тыныш жағдайдан қозғала бастады. Сондықтан оның бастапқы жылдамдығы міндетті түрде нөлге тең болады. Ұшақ ақырындап, жылдамдығын біртіндеп қоса береді. Сол уақытта әуе кемесі үдеп бара жатады. Көзделген жерге жақындаған кезде ұшақтың жылдамдығы азая бастайды. Ұшақ тоқтағанға дейін қозғалыс міндетті түрде баяулайды. Жолдың осы кезеңдегі ұшақ тежеледі. Үдеу қозғалыс өзгерісінің шамшандығын сипаттайтын векторлық шама болып табылады. Осы мысал арқылы біз үдеу мен тежелу ұғымдарын түсіне аламыз. Осы кинематика ұғымы бойынша сіздерге берілетін сұрақ: орын ауыстыру, траектория, үдеу ұғымы, жылдамдық дегеніміз. Осы ұғымдарға өз сөзіңізбен толықтай жауап берулеріңізді сұраймын. Осы берілген тапсырмалар бойынша барлығын орындап, жазып, дәріс бойынша конспект жазып, Платонс платформасы бойынша ұстазға, мұғалімге тексеріске жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.